Тамақтан кейін бір-екі рет кекіру көпшілік адамдар үшін жай ғана жеңілдік сезімі немесе қалыпты жағдай сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл процесс күн сайын қайталанса, аузыңызға тамақтың дәмі келіп, кеудеңіздің ашып өртенуімен немесе ауырсынумен бірге жүрсе, бұл сіздің ағзаңыз беріп жатқан маңызды дабыл. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгінгі видеода кекірудің қай түрі қалыпты физиология, ал қайсысы аурудың белгісі екенін, қай кезде дәрігерге бару керектігін талқылаймыз. Ас қорыту жүйеміздің саулығы туралы маңызды тақырыпты бастаймыз. Алдымен кекірудің не екенін түсініп алайық. Кекіру бұл біздің ағзамыздың табиғи қорғаныс механизмі. Асқазан немесе өмеште артық газ жиналғанда ішкі қысым артады. Сол қысымды түсіру үшін ағза газды ауыз арқылы сыртқа шығарады. Бұл қалыпты процесс. Кекірудің ең басты себебі аэрофагия, яғни тамақпен бірге ауа жұту. Біз асығып тамақтанғанда, тамақ ішіп отырып сөйлескенде, немесе газдалған сусындар ішкенде асқазанға ауа көбірек түседі. Сонымен қатар, ас қорыту барысында бактериялар тамақты өңдеген кезде де табиғи газдар бөлінеді. Оның бір бөлігі төмен кетсе, бір бөлігі кекіру арқылы жоғары шығады. Егер сізде кекіру мына жағдайлар болса, уайымдаудың қажеті жоқ. Тамақтан кейін бірден немесе 20 минут ішінде бір-екі рет кекіру. Газдалған сусын немесе көпіршікті сұйықтықтар ішкеннен кейін кекіру. Тым тез немесе асығыс тамақтанған кездегі реакция. Тіпті стресс кезінде де ауа жұту жиілеп, кекіру пайда болуы мүмкін. Бұл да физиологиялық тұрғыдан түсінікті жайт. Бұған қоса жас ерекшелігінде ескеру керек. 60 жастан асқан жандарда кекіру жиілеуі мүмкін. Себебі бұл жаста асқазан қышқылының бөлінуі азайып, ас қорыту процесі баяулайды. Бұл өз алдына қауіпті емес, бірақ ас қорыту жүйесіне көбірек көңіл бөлу керектігін білдіреді. Демек, тамақтан кейінгі бір-екі реттік кекіру бұл барлық адамда кез келген жаста болатын жағдай. Мәселе оның жиілігінде, сипатында және қасында қандай белгілердің жүретінінде. Сонымен, кекіру жай ғана ауаның шығуы емес, нақты бір аурудың белгісі екенін қалай түсінеміз? Егер сізде мына 7 жағдайдың бірі болса, дәрігерге қаралу керек. Бірінші жағдай. Тұрақты және тамаққа байланыссыз кекіру. Егер сіз тамақ ішпесеңіз де, тіпті таңертең ояна сала кекіре берсеңіз, бұл асқазанда газдың шамадан тыс бөлінуі немесе асқазан мен өмеш арасындағы клапанның, яғни сфинктердің дұрыс жұмыс істемейтінінің белгісі. Екінші жағдай. Кекіру және ауыздағы жағымсыз дәм. Егер кекіргенде тамақтың дәмі қайта келсе, немесе аузыңызда қышқыл, ащы дәм қалса, бұл қышқыл рефлюксі болуы мүмкін. Асқазан шарына өмешке кері шашырағанда, ол өмеш қабырғасын күйдіреді. Бұл жағдайды емдемесе, соңы созылмалы қабынуға әкелуі мүмкін. Үшінші жағдай. Кекіру кезіндегі ауырсыну. Тамақ жұтқанда немесе кекірген сәтте кеуде тұсында ауырсыну сезілсе, бұл өмешештің тарылуы, гастрит, асқазан жарасы, тіпті сирек жағдайларда ісік ауруларының белгісі болуы ықтимал. Төртінші жағдай. Тамақтың тұрып қалу сезімі. Егер кекірумен қатар тамақ жолда тұрып қалғандай, немесе жұту қиындағандай сезім болса, бұл өмештің өткізгіштігіне қатысты маңызды сигнал. Мұны елемеуге мүлдем болмайды. Бесінші жағдай. Жүрек тұсының ауруы. Кейде асқазан мәселелері жүрек ауруына ұқсап белгі береді, бірақ керісінше де болуы мүмкін. Жүрек талмасының кейбір түрлері асқазан белгілері арқылы көрініс табады. Сондықтан кекіру мен кеудедегі қысым бірге жүрсе, дереу тексерілу қажет. Алтыншы жағдай. Жағымсыз иіс. Кекіргенде ауыздан ерекше жаман, шіріген жұмыртқа иісіндей иіс шықса, бұл асқазандағы тамақтың дұрыс қорытылмай іркіліп жатқанын білдіреді. Көбіне бұған Helicobacter pylori бактериясы себеп болады. Қазір бұл бактерияны анықтау үшін қарапайым тыныс алу тестін немесе қан тапсыру арқылы білуге болады. Жетінші жағдай. Белгілердің ұзаққа созылуы. Егер кекіру 1-2 күн болып басылса, бұл жай ғана тамақтанудағы қатерік. Бірақ егер бұл жағдай 2 аптадан астам уақыт бойы өзгеріссіз немесе нашарлап жалғасса, бұл дәрігерге баруға нақты себеп. Достар, бұл белгілер сізді қорқыту үшін емес, өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарау үшін айтылып жатыр. Әсіресе жасы 60-тан асқан көрермендеріме айтарым. Бұл жаста кекірудің жиілеуін жай ғана қартайғандық немесе жасқа байланысты өзгеріс деп қабылдап, бейжай қарауға болмайды. Егер кекірумен бірге мынадай белгілер байқалса, дереу дәрігерге көрінуіміз қажет. Егер кекірумен қатар нәжісте қан болса, немесе ол мүлдем қара түске өзгерсе, бұл асқазанда немесе ішекте қан кетіп жатқанның белгісі болуы мүмкін. Бұл шұғыл медициналық көмекті қажет ететін жағдай.
Егер сіз ешқандай диета ұстамай-ақ бірнеше аптаның ішінде айтарлықтай салмақ тастасаңыз, және бұл кекірумен қатар жүрсе, бұл онкологиялық ауруларды немесе ағзадағы ауыр қабыну процестерін жоққа шығару үшін тексерілуді талап етеді. Тамақ ішкенде өмеште бір нәрсе тосылып тұрғандай сезім тұрақты сипат алса, бұл өмештің парылуы немесе ісіктің ерте белгісі болуы мүмкін. Мұны өзінен өзі кетеді деп күту өте қауіпті. Егер кекірумен бірге жүрек айнуы жиі мазаласа, бұл асқазанның қозғалғыштығының, яғни моторикасының бұзылғанын немесе басқа да күрделі патологияларды білдіреді. Есімізде болсын, ерте тексеру, ерте әрі тиімді емдеудің кепілі. Енді ең маңызды бөлімге көшейік. Бұл жайсыздықтан қалай құтыламыз? Себебін білсек, шешімін табу оңай. Бірінші, тамақтану мәдениеті. Ең басты себеп асығып жеу. Тамақты жақсылап шайнаңыз. Әр тістемді 15-20 рет шайнау әдеті ауа жұтуды, аэрофагияны айтарлықтай азайтады. Екінші, сусындарды іріктеу. Газдалған сусындар, лимонадтар мен кола асқазанға тікелей газ айдау деген сөз. Оларды жылы шөп шайлармен немесе жай таза сумен алмастырыңыз. Үшінші, кешкі ас ережесі. Майлы және ауыр тамақ асқазанда ұзақ тұрып, газ түзеді. Кешкі асты 7-ге дейін ішіп, жеміл тағамдарға, балық, пісірілген көкөністер мән беріңіз. Төртінші, тағам күнделігі. Пияз, сарымсақ, бұршақ, шоколад немесе кофе кейбір адамдарда кекіруді қоздырады. Бір апта бойы не жегеніңізді жазып жүрсеңіз, қай өнім сізге жақпайтынын бірден анықтайсыз. Бесінші, қозғалыс. Тамақтан кейін бірден жату үлкен қателік. Асқазан мазмұны өмешке кері шықпау үшін тамақтан соң 10-15 минут жаяу жүрміз. Алтыншы, стресс және бактерия. Егер кекірумен бірге іштің ашуы, жүрек айнуы болса, бұл хеликобактер пилори инфекциясы болуы мүмкін. Оны заманауи тыныс алу тест арқылы анықтап, дәрімен толық емдеуге болады. Егер сізде кекірумен бірге мына белгілер болса, дәрігерге баруды кешіктірмеңіз. Тамаққа байланыссыз тым жиі кекіру, ауызға қышқыл немесе ащы дәмнің келуі, жұтудың қиындауы немесе ауырсыну, нәжістің қарайып кетуі немесе себепсіз салмақ тастау. Дәрігер сізге гастроскопия немесе УЗИ тағайындауы мүмкін. Әсіресе 6 жастан асқан жандарға бұл тексеруден жылына 1 рет өтіп тұру маңызды. Қорқудың қажеті жоқ. Ерте анықталған мәселе тез әрі оңай емделеді. Тамақтан кейінгі 1-2 реттік кекіру бұл қалыпты жағдай. Бірақ ол сіздің өмір сапаңызға әсер ете бастаса, ағзаңыздың дабылына құлақ түріңіз. Баяу жеңіз, аз-аздан жиі тамақтаныңыз және ас ішіп отырып сөйлеспеуге тырысыңыз. Егер бұл видео сіз үшін пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өзімізді күтіміз, деніңіз сау болсын. Келесі кездескенше.